Иә, Әділжан сот туралы қандай анау шешім шығарды, сол туралы айтып берсеңіз тыңдайық. Яғни ол 256 баптың екінші бөлігі, яғни терроризмді насихаттау бабы бойынша айыпталған болатын тұрған. Бірақ сот енді біз әу бастан солай айтқанбыз. Мынау кезінде Тараз қаласында, Жамбыл облысында орын алған жаңағы байкер мен арасындағы кикілжің, ол сол кезде Әділжан айтып жатқан кезде ол бұзақылық фактісі бойынша қозғалған іс болатын тұрған. Оның сыртында жаңағы жәбірленуші больницаға ештеңе жатқан жоқ, кетіп қалды деп, сол енді аман есен деп ойлаған, может курткасы бірдеңесі кесілген шығар деп. Сонымен мүлде терроризм туралы әңгіме жоқ. Одан кейін басқа қылмысқа ауыстырды, яғни кісі өлтіруге оқталу деп. Бірақ жалпы айтқанда ол жерде терроризм фактісі жоқ. Және ол кім айтып жатқанда тікелей ұру керек, соғу керек деген ондай нәрсе жоқ. Оның өзінде полиция қызметкерлері сол бір күннің ішінде қарап отырды сіздердің стримдарыңызды, өздері хабарласыпты келіп, осы алып тасташы, осы ролигің артық сияқты деп. Сосын Әділжан алып тастайды. Одан кейін бір күннен кейін тірі дегенде шығады да, содан айда басталады. Сонымен қамап, экспертиза шығып, жаңа экспертизаның нәтижесімен 174-тің бірімен қозғалған іс негізі басында. Соны 256-ға кетті. Содан жаңағы іс осы мынау менің шілденің аяқ жағында неге сотқа барды. Сосын сол басталып, айтып бүйтіп, сол осы күнге дейін соттастық қой, 4 айдай. Енді кейбір кезде болады, этап келмей қалады, кейбір кезде болады, судья ханама барып қалды. Тағы солай сот кешегенде бір жағынан осы соттың созылғаны, бір жағынан бір күн 2 күнге есептеліп жатыр да, андай неге жазасына. Шын мен өзім адвокат ретінде сұрағаным ақтауды, яғни қылмыс әрекеті жоқ деп. Бірақ енді жалпы енді не істегенде сол кім інісі мысалы Қайыржанда қоғамдық көмекші болып, қорғаушы болып кірді ғой, бойынша. Өйткені мен қоғамдық қорғаушы болып кірсін деген, мен Алматыда емеспін, өздеріңізге белгілі. Әйтеуір барып, анау соттың тергеушінің рұқсатымен іс бойынша кіріп амандығын біліп тұру үшін, сол бір жағынан сол Қайыржанның несін солай қоғамдық қорғаушы болды, сол сөйлеп өзі айтты. Енді ең құрмағанда енді ақтамасаңыз да 174-ші баппен де қайта дәрежелеңізді сұрады мысалы. Сосын сол судьяның шешімі солай шықты, жаңағы 2 жылдан 7 жылға дейін ғой, енді сол минимальный бас бостандығынан. Бірақ енді ограничение свободы деген бар, сол неге бас бостандығын шектеу деген 2 жылдан 7 жылға. Бірақ көріп жүрген осы баппен көріп жүрсіздер, кімге болса да сол сот практикасында бас бостандығынан айырып жатыр. Ал мынау условно-досрочный туралы сұрақты қарастырсақ, мен қарап шықтым, міне бұл жерде жазылған условно-досрочное освобождение не применяется лицам, сосын осужденным за террористические или экстремистские преступления, повлекшие гибель людей, либо сопряжено с совершением особо тяжкого преступления. Ондай жоқ қой. Ешкім өлген жоқ, адам өлген жоқ. Яғни соны айтып ауыр қылмыс жасалған. Әскербек, анау пышақтады ғой енді неде, меркеде. Особо тяжкий емес па сол? Ол сопряженный емес қой. Яғни мынау жаңағы экстремизм жасайды мысалы. Біреу қалады да жаңағы Құдай сақтасын бірдеңені призыв жасап барып біреуді өлтіріп тастасын мысалы. Сол лозунгымен бірге. Сонда сопряженный. Ол жаңағы заправканың іс-әрекеті Әділжанмен байланысты емес, оның несімен. Ол тек жай сол несін айтамын деп. Бірақ мен жалпы енді мынау қарап отқанда, мынау УДО-ға кодекс бойынша бар. Сот практикасы қалай, оны айта алмаймын. Өйткені неге Назгүл Метаева отыр солтүстікте. Оның алдында Маралды Қамат, мысалы, әлі олар УДО-ға шыққан жоқ қой. Иә, уже шығатын уақыт болды. Өйткені Әділжанның алдында олар істі болып сотталып жатқан тұрған сол сроктары. Енді мынандай сұрақ, Әскербек аға, давайте былай істейік. Сіз нақты біліп алыңызшы. Негізінде Әділжан подпадает ана УДО-ға или нет, келе ма, келмей ма? Егер келетін болса, былай, онда сіз маған айттыңыз ғой, 800 мың неге сараптама жасайтын адамға сот бойынша беру керек па, сондай. Сол туралы мына жерге айтыңызшы, түсіндіріп. Ол енді былай ғой, жаңағы мынау 72-ші бап бар қылмыстық кодекстің. Сол бойынша мынау мерзімнен бұрын босату туралы сұрақ өтініш білдіргенде, оның алдында бірінші несі, ешқандай сол қылмысқа қатысты ешқандай шығындар бойынша атқару өндірістер болмау керек. Яғни материалдық, моральдық шығындар, процессуалдық шығындар, жаңағы соның ішінде сараптама, маман тарту, тағы басқалар сияқты. Сол жаңағы сараптамаға кеткен ақшаны айтып отырмын. Соны сот үкімімен міндеттелді Әділжанмен өндіруге. Және 20 айлық есептік көрсеткіш, ол анау өте жәбірленушілердің өтемақы қорында міндетті түрде өндірілетін басқа бір сома бар, 79.665. Ол соманы енді Қайыржанға айттым, не деп, төлеп тастай бер деп. Өйткені оны анау ол үкім не істемей тұрып кете береді, сот орындаушыға бірден орындауға кетеді, осы үкім күшіне енген кезде. Сондықтан жаңағы үстінен пайыз қосылады, тағы бірдеңе болмасын, соны төлей сал дедім. Өзі төлеймін деп жатқанмын, сол жаңағы неден хатшыдан реквизиттерін сұрап, неге беретін ауданға бөлінеді осы.
соны жасап жатыр. Сол міндетті түрде осы процессуалдық шығындар болсын, басқа болсын, қылмысқа қатысты ешқандай атқару парағы болмау керек, таза болу керек. Яғни материалдық, моральдық шығын тағы бірдеңе өндірілсе, олар таза болу керек. Бірақ бұл жерде жәбірленуші жоқ, сондықтан ондай талаптар болған жоқ.